Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды етістік. Бүгін сабақта сен негізгі және туынды етістіктерді тауып, өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік немесе өмірбаян жазуды үйренетін боласың. Енді оқушым, тест сұрақтарына жауап бере отырып, сөз таптары туралы алған біліміңді тиянақта. Дәптеріне тест сұрақтарының сұрағын және дұрыс жауабын көрсете қой. Бірінші тапсырма зат есімді көрсет. Ендеше дұрыс жауабыңды тексеріп көр. Дұрыс жауабы Б нұсқасы. Ұста, құс. Өте жақсы, жарайсың. Келесі сан есімнің сұрақтарын көрсет. Енді жауабыңды тексере қой. Дұрыс жауабы Ә нұсқасы. Қанша, неше. Өте жақсы. Сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Күрделі етістіктердің тобын тауып көр. Енді дұрыс жауабыңды тексере қой. Дұрыс жауабы Б нұсқасы. Әңгімелесіп отыр, бара жатыр. Өте жақсы, жарайсың. Келесі негізгі етістіктердің тобын тап. Енді жауабыңды тексеріп көрейік. Дұрыс жауабы Ә нұсқасы. Тұр, бар, қал. Өте жақсы, сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Соңғы тапсырма сын есім нені білдіреді? Енді жауабыңды тексеріп көрейік. Өте жақсы. Бұл сұрақтың жауабы В нұсқасы. Заттың сынын білдіреді екен. Барлық тапсырмаға дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жарайсың. Енді оқушым, негізгі және туынды етістіктер туралы тағы да бір бейнебаян тамашалайық. Мен мектептен келдім. Вики, бүгін саған не үйрететінді білсең ғой. Білгің келіп барама, қазір. Ол үшін сен менің сөмкемді аш. Жарайсың. Енді оның ішіндегі дорбаны ал. Дұрыс. Маған бер. Өзің отыр. Тақтаға қара. Қара. Аш, ал бер отыр, қара. Бұлардың бәрі етістік деп аталады. Себебі олар қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің сұрақтарын білесің бе? Дұрыс. Не істеді? Не қылды? Қайтты деп айтқың келді ғой. Жақсы. Менің мына жазғандарымның бәрі де түбір етістіктер. Яғни бұл сөздер түбір күйінде қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істеді деген сұраққа жауап береді. Бұларды негізгі етістіктер деп атаймыз. Кел, мына түбірлер мен жұрнақтардан туынды етістіктер жасайық. Туынды етістіктер. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ой деген зат есім. Оған
ла жұрнағы жалғанғанда ойла деген туынды етістік пайда болады. Мынау шеге. Оған ле жұрнағын жалғасақ, шегеле деген туынды етістік жасауға болады. Сондай-ақ би, бейле. Арқа, арқала. Арман, арманда. Баға, бағала деген туынды етістіктерге айналады. Вики, қандай туынды етістік құрастырғансың? Аяқта. Тамақтанайық. Ақылыңнан сенің. Жарайсың оқушым. Бейне баянды тамашалап алсақ, әрі қарай білімдерімізді тиянақтау мақсатында тапсырмалар орындауға көшейік. Ендеше оқулығының 24-ші жаттығуын 52-ші бетіндегі 24-ші жаттығуды қарай қой. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Енді өзіңді тексеріп көр оқушым. Бірінші мәтін не туралы? Әрине, өмірбаян туралы. Ал екінші мәтін әңгімелеу мәтіні. Екі мәтіннің өзара ұқсастығы, екі мәтінде Бауыржан Момышұлы туралы. Өте жақсы оқушым, жарайсың. Сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Керемет. Енді оқушым, оқулықтың 54-ші бетін ашып, 26-ші жаттығуға назар аудар. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тестісін жалғап, көшіріп, жазып көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Сауатты, көркем жаз. Енді жауабыңды тексеріп көр. Ұсақта, жаңала, іріле, көркемде, шегеле. Керемет, сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Өте жақсы, жарайсың. Енді оқушым, жаңа сабақты бекіту мақсатында 4-ші тапсырманы орындайық. Оқулығының 54-ші бетіндегі 27-ші жаттығуды қарап көр. Керісінше жұмбақ құрастырайық. Сөз жұмбаққа сұрақтар құрастырып көрейік. Ол үшін оқулықтың соңында берілген түсіндірмені басшылыққа алып көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударуға ұмытпа. Енді өзіңді тексеріп көр. Көлденеңнен ерте мен күн десең, қолыңды сүйкесең, кетіп кіріласың, тап-таза боласың. Бұл не? Әрине, сабын. Әдемі, ажарлы, әсем, сұлу сөздерінің синонимі көркем. Жанынан өлең шығаратын адамды ақын дейміз. Енді тігінен топырақты майдалау және шөп жинау үшін қолданылатын құралды біз тырма дейміз. Сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Жарайсың оқушым, керемет, жарайсың. Сонымен оқушым, бүгінгі сабақтың тақырыбы саған түсінікті болды ма? Сабақ саған ұнады ма? Өзіңнің әрекетіңді, кері байланысыңды мұғалімге жібер. Керемет, сау бол. Үйге тапсырма 25-ші жаттығу. Үлкендердің көмегімен отбасы мүшелерінің өмірбаянын жазып көр.
Жарайсың, сау бол.